Біз бүгін қуат көзін үнемдей білеміз бөлімінің су тіршілік көзі тақырыбымен жұмыс жасаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты орта көлемді шығармаларды түсіну тақырыбымен негізгі ойды анықтау. Сабағымызға қатысты теориялық білім. Алдымен тақырыптың негізгі ойдың не екеніне тоқталайық. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Негізгі ой автордың айтайын деген басты пікірі. Сабағымыздың бағалау критерийі. Мәтінді түсінеді, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды. Мәтінмен жұмыс жасамас бұрын алдымен жаңа сөздермен танысайық. Тікелей, тамашалау, қағида, пішін, ақпарат. Осы сөздерді қарсы бағанда тұрған синонимдермен сәйкестендіру керек. Сәйкестендіру жұмысын жасасаңыз, дұрыс жауаппен салыстырайық. Тікелей бірден, тамашалау, көру, қарау, қағида, ереже, пішін, форма, ақпарат, мәлімет. Енді мәтінге көшейік. Мәтінді жақсылап оқиық. Біздің өміріміздің сапасы ішетін суымыздың сапасына тікелей байланысты. Судың біздің ағзамызға қандай қызмет көрсететінін, суды құрайтын кристалдардың формасынан байқауға болады. Алайда оны тікелей көре алмаймыз. Кристалдарды тек қана микроскоппен тамашалауға болады. Сондай-ақ суды зерттеу арқылы біз су кристалының қандай болатынына нақты көз жеткізе аламыз. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары ресейлік су зерттеушісі, биология ғалымдарының докторы Станислав Валентинович Зенин судың өзімен бірге ақпарат әкелетінін болжады. Оның қағидасына сүйенсек, суда ірі құрылымдар иерархиясы бар. Ал оның негізін кристалдар құрап тұр. Кристалдың пішіні судың сыртқы қалпына тікелей байланысты. Мәселен, тау жоталарынан алынған таза табиғи судың кристалдары дұрыс геометриялық пішінде болады. Ал сараптамадан соң судың ластануы немесе улануы байқалса, кристалдардың көлемі де өзгеріп кетеді. Ал су құбырындағы судың кристалы ешқашан әдемі болған емес, және пішіні де түзу болмайды. Жапондық су зерттеушісі Масару Эмото арнайы технологиялық суретке түсіру құрылғысының көмегімен тәжірибе жасады. Ол әлемнің әр түкпірін аралап, әр түрлі су көздеріндегі судың кристалдарын суретке түсіріп, 10 мыңнан аса фото жинады. Ол судың кристалдық құрылысын Нада су қоймасы деп атады. Мәтінді оқыдық. Тағы да қарап шығыңыз. Түсінік емес сөздер кездесіп жатса, оларды сөздік KZ сайтынан қарап, мағынасымен танысып білуге болады. Енді мәтіннен кейінгі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші абзацтағы көп нүктенің орнына қандай сөз қоюға болады? Біз, сендер, сіздер, олар. Екінші, қай ақпарат мәтін мазмұнына сәйкес? Судың біздің ағзамызға пайдасы аздау. Зенин зерттеулерін ресейліктерге арнады. Жапондық суретші суды суретке түсірді. Су сараптамадан кейін өзгеруі мүмкін. Үшінші сұрақ, мәтін не туралы? Ғалымдар туралы, саяхатшылар туралы, судың құрамы туралы, суреттер туралы. Жауап беріп болсаңыз, енді дұрыс жауаптармен салыстырайық. Көп нүктенің орнына біз деген сөзді қоюға болады екен. Мәтіннің мазмұнына
су сараптамадан кейін өзгеруі мүмкін деген жауап дұрыс екен. Мәтін судың құрамы туралы. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтін не туралы? Мәтіннің тақырыбы қандай? Мәтін кімдерге арналған? Мәтіннің формасы, түрі қандай? Қандай стильде жазылған? Мәтіннің негізгі ойы неде? Автор мәтінді не мақсатпен жазды? Мәтінге қайта оралып, бір рет қарап шығып, ары қарата жалғастырсаңыз болады. Енді мәтінге сәйкес берілген сұрақтардың жауабымен танысайық. Мәтін не туралы? Су кристалдарынан алынатын ақпарат туралы. Екінші сұрақтың жауабы су кристалдарының сапасы. Үшінші оқушыларға, студенттерге, ересектерге арналған екен. Мәтіннің формасы, түрі, жазбаша, әңгімелеу. Қандай стильде жазылған? Публицистикалық стильде жазылыпты. Мәтіннің негізгі ойы судың біздің ағзамызға қандай қызмет көрсететінін, суды құрайтын кристалдың формасынан байқауға болатынын адамдарға жеткізу. Автор адамдарға су кристалдары туралы ақпарат беру үшін жазған екен мәтінді. Орта көлемді шығармаларды түсіну тақырыбымен негізгі ойды анықтау мақсаты бойынша тапсырмаларды орындау аяқталды. Сәттілік тілеймін. Ендігі кезекте дидактикалық материалдарды ашып, сонда берілген тапсырмаларды орындаңыз. Тапсырмалардың жауабы мен әдістемелік нұсқаулықта берілген жауаптармен салыстыруға болады. Рахмет, сәттілік.